Ассалаумағалейкум. Біздің компанияда міне бір CV 450 теңгеге бағаланады. Және біздер тіркелу туры арқылы өнімдерді 30% жеңілдікпен ала аламыз. Енді компанияда 5 түрлі пакет бар. Предстарт 45 мың теңгеден басталады. Начальный 190 мың теңгеден басталады. Бизнес 180 мың, элит 360, максимум 720 мың теңгеден басталады. Мына жерде клиент болуға да болады. Бұл жерде клиент болып өнім аламыз да, бірақ франшиза алмасақ, онда біз компания 10% осы алған өнімнің кэшбэкке, яғни шотына лақтыратын болады. Енді мына жерде орташа есеппен алғанда предстарттың балы 50 CV болады. Начальный 100 CV, бизнес 200, элит 400, максимум 800 CV. Орташа есеппен алып отырмыз. Енді мына жерде апгрейд деген жақсы бір не бар компаниямыздың, басқа компанияда ондайлар жоқ. Мысалы, мен предстарт болып соңымнан 2 адамды предстартпен тіркейтін болсам, онда мен автоматически келесі начальный уровеньге, начальный пакетке ауысамын. Начальныйдан 2 адамды, начальный болып 2 адамды 90 мыңнан тіркейтін болсам, 2 начальныйды, онда автоматически мен 180-дік деңгейге өтемін. Сондай-ақ бизнесте жүріп 2 бизнесті соңынан тіркейтін болсам, 180 мен, яғни онда ол мен автоматически келесі уровень элитке өтемін. Енді ары қарай біздің максимум деген пакет, ол потолок деп айтсақ болады. Ең үстіңгі деңгей. Одан кейін бізде рекрутинг бонус. Бұл енді мысалы сіздің пакетіңіз предстарт болып соңыңыздан тіркейтін адамыңыздың 15% пайызын ала аласыз. 15% бұны CV мен есептелінеді. Сосын CV-ді теңгеге аударамыз. Сондай-ақ начальныйда 20%, бизнесте 25%, элит пен максимум екеуі бірдей 30%. 30% бізге компания сол алған өнімнің CV мен ақшасын төлейді. Артынан қазір есебін түсіндіріп айтамын. Сондай-ақ үшінші бізде бонус командный, яғни бинарный бонус. Ол мысалы жаңа айтқандай пакетке байланысты. Мысалы предстарт 5% CV мен аламыз. Начальный 10%, бизнес 15%, элит пен бизнес екеуі бірдей 15%. Максимум ең потологымыз 20% бен, яғни артымыздан ерген командамыздан CV мен алып, сосын ол CV-ді теңгеге аударып, компания біздің кабинетімізге әр 7 сайын салып отырады, апта сайын. Рекрутинг, естеріңізде болсын, моментально сол үйде түседі. Командный мен матчинг бонус әр аптаның сенбіден жексенбіге қараған түнінде түседі. Енді тағы бір күшті бонус айтайын. Бұл жерде өкінішке орай матчинг бонуста предстарт пен начальный матчинг бонусқа қатыса алмайды. Негізі ол тек бизнесте де басталады. Бизнесте мысалы соңынан келген команданың ақшасы CV емес, кәдімгі теңгемен 15 командадан түскен ақшадан бірінші ұрпағынан 15% түседі. Енді мына элиттің пакетіне келетін болсақ, ол бірінші ұрпағынан, яғни өзің шақырған прямой личниктен 15%, ол личниктің шақырған адамынан 10%, оның шақырған адамынан 5%, яғни 3 ұрпақтан алып отырады. Ең әдемі пакет, максимум пакеті бірінші ұрпақтан 15%, екінші ұрпақтан 10%, үшінші ұрпақ пен жетінші ұрпаққа дейінгі арада 5% таза теңгемен алып отырады. Енді мына жерде мен алдында артын айтам деп түсіндіріп өтейін. Рекрутинг бонус, мысалы, рекрутинг бонус, сіз предстартсыз тағы бір предстарт адам тіркегенде 50 CV алдық дейік, допустим. 50 CV-дің несі
айттық 15% 7,5 CV. 7,5-ды 400-ге көбейтсек 3375. Бұл сразу түспейді сізге. Өйткені жаңа алдында айттық, мына кэшбэк деген бізде не бар. Соның мына 3375-те мына кэшбэк деген 10%, 3375. 337,5. Оны алып тастағанда кэшбэкті, сонда біздің кабинетіне түсетініміз 3037,5 теңге түседі. Сондай-ақ рекрутинг бонус начальныйда 20% дедік. Мысалы ол соңынан бір адам тіркесе начальныймен, онда оған 9000 түседі. Есептеулі тұр. Өйткені мына 20%-ін 450-ге көбейткенде 9000 теңге. Оның 9000 теңгенің 10% 900 алып тастағанда 8100 кабинетіңізге түседі. 900 кэшбэк отдельный счетқа түседі. Сіздің счетыңызда тұрады. Сондай-ақ рекрутинг бизнесте соңынан бизнес тіркейтін болса, онда ол алатын кэшбэк 2250, несі 20250 теңге. Рекрутинг бонус 30% бұл жаңағы элитте. Элит, допустим, соңынан бір элит тіркейтін болса 400 CV-мен, онда 30% 120 ватта, 14 өткені 54 000. 54 000-ның кэшбэгі 5400, сонда оның счетына түсетіні 48600. Сондай-ақ рекрутинг бонус жаңа айтып отқан потолок максимум тіркелетін болса 720 мен, онда ол 800 CV. Ол дегеніміз 240. 800 CV-дің 30% 240 болады. Оны 450 өткенде 108 000. 108 000 кэшбэкті алып тастағанда, яғни 10800-ді, онда 97 200 түседі екен.